Сәлем достар, сіздермен бірге студент подкаст. Бүгін бізде студияда қонақта Мұратова Анель және де Төлеш Гүлназ. Бүгінгі біздің алған тақырыбымыз, яғни талқылайтын тақырыбымыз қазіргі жастар мен жасөспірімдер ересектер арасындағы ойындарға құмарлық. Осы жөнінде Анель, өзіңнің ойыңды қысқаша айтып өтсең, және тәуелділік дегенді қалай түсінесің? Ойымды жастар арасындағы құмар ойындарға әуестіктен бастайын. Қазіргі жастар ойындарға құмарлығы неден басталады? Біріншіден ол стресстен басталады, және де өмірлік проблемалардан басталады. Өмірлік проблемаларға отбасылық мәселелер, және де құрдастар, және достар арасындағы проблемалардан, оқудан, стресстен басталады. Сол стресстен және де осы үлкен бір олардың ойынша бір үлкен проблемалардан арылу үшін олар компьютерлік ойын арқылы виртуалды әлем создавать етеді өздеріне. Сол әлемге кіру арқылы ол сыртқы проблемалардан қашады. Ал тәуелділік дегенді қалай түсінесің? Тәуелділік деген ол сол ойыннан басқа ештеңе ойламау. Яғни бала бастап қарайды, ойынды бастап көреді. Ең біріншіден ойнап қарағанда ол сол ойыннан либо ұтылады, либо ұтады. Және де оған сол екі сезім арқылы ол тәуелділік басталады. Яғни, если ойыннан ұтылса, мен екінші каткада ұтам деп ойнайды. Ал если ұтатын болса, мен жақсы ойнайды екем, мен тағы да бұл ойынды продвигать етуім керекпін деп тәуелділік басталады. Дұрыс айтасың, иә? Маған сұрағым. Саған сұрағым, Гүлназ, осы құмар ойындардың зияны қандай? Менің ойымша, бұл құмар ойындардың, одан бөлек компьютерлік ойындардың пайдасынан зияны көп деп ойлаймын. Ең алдымен енді оны күндізгі уақытта ойнайтындар аз деп ойлаймын. Шыны керек, түнімен өзінің денсаулығын құртып ойнайды. Ең алдымен олардан денсаулық кетеді. Содан кейін жаңағы айтып өткен Анельдің тәуелділік, оның миында ол ойыннан басқа ештеңенің болмауы. Жаңағыдай одан бөлек ақша, яғни біз айтып өткен тақырыбымыз жастар мен жасөспірімдер арасында болған соң, ол жастарда, студенттерде, мысалы мектеп оқушыларында қандай да бір қаржы қоры жоқ. Сол себепті ол өзінің отбасынан ақша алып, құмар ойындарының арасындағы неше түрлі құралдарға, мысалы қаруларға соларды алып ойнау үшін, яғни ол да ұту мақсатында алып ойнау үшін үйінен, мысалы қандай да бір кредит алып, микрозайм алып, донат жасап ойнауы мүмкін. Оның барлығы бір үлкен азартқа бір қадам деп есептеймін. Негізі бұдан арылу үшін жалпы ойын енді тәуелді болып қалған адамдарды білмеймін, жалпы жаңа бастап жатқан адамдардың бір күнтізбесі ма, графигі ма бір тығыздау болу керек деп ойлаймын. Неге? Себебі одан бөлек, мысалы, азартқа кіріп кететін болсаң, арылу қиындау болады. Сол себепті адамның, мысалы, ол неден пайда болады? Жаңағыдай, оның артық нәрсе ойламауы, тек сол әлемге кіріп кетуі, сол әлемде өзін еркін сезіну, иә? Сол себепті ол азартқа жан-тәнімен кіреді, соның ішінде жүреді, яғни компьютерлік ойындарға. Сондықтан ол өзін жеңіл сездіп, не істеп не қойып жатқанын білмейді. Оның тек басында бір ғана ой, тек сол ойын. Сол ойын арқылы өзінің өмірін жеңілдетемін деп ойлайды. Алайда қатты қателеседі, оның бана айтып кеткендей бірден бір салдары денсаулыққа келіп тіреледі. Иә, көзі кетеді, зрениесі кетеді, арқасы, омыртқасы бүкірейе бастайды. Және де көп уақыты кетеді. Ол ойынға ол 1 сағат, 2 сағат жойса ол нормально. Бірақ қазіргі жастар, тек жастар емес, ересектер 5-6 сағаттан бастап түнімен таңға дейін ойнап уақытын кетіреді. Ойнауға болады, если сен графигіңді составить етсең, ең бірінші ұйқыдан тұрып, шаруаларыңды жасап, оқуыңа немесе жұмысыңа барып, ал өзіңді еркін, яғни қалай? Бос уақытында өзіңді стресстен арылу үшін сол 1 немесе 2 сағат уақытында ойынға құртуға болады. Біз айтпаймыз, ол ойынды вообще мүлдем ойнамау керек деп. Ойнауға болады, тек хобби ретінде, жаңағы Анель айтып кеткендей, күнделікті өмірдің немесе аптасына 1 рет 1-2 сағатын бөліп ойнайтын болса, ол да жақсы, иә, ол былай пайдасы бар. Мысалы,
логикалық жақтан да тілді үйренуіне және ширақ қозғалуына, мидың тез жұмыс жасауына көмектеседі. Сол болды. Енді азарттық ойындарға көшетін болсақ, бұл ересек адамдардың арасында кең таралған. Неге? Себебі жастар ересек адамдар сияқты көп табыс таппайды. Адал табыстарын тек сол кішкентай бір ойындағы донатқа құртады. Ал ересек адамдар қазір карта ойнау арқылы, лотерея ойнау арқылы азарттық ойындарға әуестігі басталады. Ол әуестік қалай басталады? Не үшін басталады? Менің ойымша, жалпы адам баласында әр нәрсеге әуестік, қызығушылық кішкентай кезінен басталады деп ойлаймын. Кішкентай кезімізде енді біз жарысып фишка ойнаймыз, қандай да бір ойындарды жарысып ойнаймыз. Ондағы мақсат менің жеңуім керек, мен бірінші болуым керек деген сияқты. Мысалы, бәстігіп ойнайды, оның барлығы бала кезден басталады деп ойлаймын. Одан кейін есейе келе, жалпы адамға өзінен бөлек өзінің ортасы, жүрген жері қатты әсер етеді. Сондықтан менің ойымша азарт сол бала кезден басталып, ары қарай жалғаса береді деп ойлаймын. Бізге білінбейтін де, көрінбейтін де зат көп. Азарт, мысалы, әр нәрсенің бәрінің өзінің азарты болады ғой. Қазір кішкентай балалардың фишка ойнауы да азарт. Фишка ойнауы да азарт. Мысалы, бір ойнап қоймайды. Мысалы, фишка ойнайтын болсаң, ұтқан адам сол фишканы алады, содан басталады да барлығы. Менің ойымша сол. Сен өзіңнің ойыңды толықтыра кетсең. Мен толықтыра кетсем, азарт ол ересек адамдардың арасындағы азарт. Ол неден басталады, білмеймін. Ортадан. Лото? Орта. Орта. Ересек адамдардағы азарт ол ортадан басталады. Яғни бір адам азартқа кіріп кету арқылы ол қасындағы достарын сен де ойнап көр, сен де ұтып қаларсың, өзінің сәттілігіңді қолдан, шанс на удачу деген сияқты сол манипуляциямен тартады адамды. Ал адам сол бір рет ойнап қараймын, ештеңе етпес, көп ақша салмайын деп, басында азғантай ақша салу арқылы өзінің удачасын испытывать етеді. Біріншіден, мен ұтпасам, ештеңе етпес, бұны осы жерден тоқтатамын деп ойлайды. Ал ұтқан жағдайда, мен ұттым ғой, демек, мынадан 2 есе көп ақша табамын деп ойлайды. Сол, мысалға, ұтылу арқылы мен ұтылып қалдым мына көп ақшаны, енді мен соны ақшаны қайтып шығарып, тағы да ойнауым керекпін деп ойлайды. Ал ұтқаннан кейін, мен ұттым, мен 2 есе шығарып аламын деп тағы ойнайды. Ал есе ол адамның ақшасы болмаса, ол көп мөлшерде кредит алады, үлкен суммада кредит алады, 1 миллион, 2 миллионнан бастап, сол ақшаны сол картаға, казиноларға не істейді? Тігеді, вкладывать етеді. Ал сол ақшаны шығарылмаса, ол уже проблемаларға тап болады. Жалпы адамның азартқа кіруі сол бір ақша мәселесінен басталады. Ересек өмірде себебі неге? Жаңағыда өзің айтып кеткендей, қарыздан қарызға кіреді. Адам ешқашан өзінің не ұтқан, не ұтылғанын мойындамайды. Егер ол адам ұтылатын болса, мүмкін мен келесі жолы ұтып қалармын деген үмітпен келесі тағы ойнайды. Ал ұтатын болса, мен ұттым, мен одан да 2 есе, 3 есе шығарам деп. Яғни, ұтылғаннан ұтқан жаман деп бекер айтпайды ғой. Оның барлығына өзінің ағадал табысын, отбасылық табысын, соның барлығын ойынға кетіреді. Ол жерде мүлде ауыра басқа, ойыннан бөлек, яғни лото деген бар ғой, букмекерский компания. Ол жерде барлығы қараңғы, жаңағыдай ештеңені сезбейсің, уақыттың қалай өткенін білмейсің. Оның ойы тек сол жерде, сол ақша табуда бар мақсат сол болып тұрады. Уақытпен, мысалы, басқа да жаңағыдай мәселелерді ұмытып кетеді. Ал мен одан бір қандай да бір көтеріп алған ақшаны берекелі ақша деп айта алмаймын. Себебі ол ақша жеңіл жолмен келді ма, сол жеңіл жолмен кетеді.
бақ шаба ма, бап шаба ма деген сияқты ғой енді. Арам ақша ұқсайды. Арам ақша. Сосын Негізі адам тапқан табысын өзінің отбасына жұмсау керек, бірақ ойынмен бас айналып, көздері соқыр болып қалған адамдар ол өзінің ләззат алу үшін, өзінің агрессиясын шығару үшін, стресстен арылу үшін сол ойындарға вкладывать етеді. Ең өзекті проблема бұл. Ең жаманы қазіргі заманда ең өзекті проблема. Неге ол жастар мен үлкен кісілердің арасындағы актуалды нәрсе. Жалпы ол жерде тек ер адамдар емес, қазіргі уақытта әйел адамдарда жаңағыдай, негізі мен ойлаймын, оның барлығы ақшадан таршылық көргеннен деп. Менің ойымша ешкім қалтасында ақшасы толып жүріп, ерігіп лото ойнамайды деп ойлаймын. Менің ойымша сол жаңағыдай бір ақшаны екі етем деп бір соның оңай жолын тапқандай болады да, онымен олай болмайды. Неге? Себебі ол берекесімен келмейді. Келген күннің өзінде қалай келді, солай кетіп қалады. Сенің ойыңша азартниктермен жаңағы компьютерлік ойындардың ойнайтын адамдар ол ауруынан деп айтайықшы, жазыла ала ма? Жазыла алу шансы бар. Если ол адам өзі қолға алатын болса, өзін контролировать ететін болса, если ол адамның ответственности болатын болса. Қазіргі жас балдардың ата-аналары шырылдап жүреді, сен ойнама, сабағыңды оқы, жұмысыңды жаса, денсаулығыңды ойла деген сияқты. Бірақ балалар тек ойынды ойлайды, тек сол ойыннан кайф алуды ойлайды, стресстен арылуды ойлайды. Сол арқылы олардың нерв жеке талшықтары тозады, және де олар более агрессивный становится. Если если жастардың миына кіріп шығатын болса, мен не істеп жатырмын, менің болашағымды ойлауым керек, мен қазір оқып, дипломды алып, жұмысымды жасап, көп табыс тауып, семья создать етуім керек, карьера создать етуім керек деп ойлап, өз-өзін тоқтатып контроль жасаса, то шанс бар деп ойлаймын ол аурудан құтылуға. Яғни сенің ойыңша адамға осознанность керек, иә? Бірақ мен ойлаймын, қазіргі заманда ешкім тереңнен ойламайды сияқты. Өзі біліп тұрса да, оның миы, оның жан дүниесі, өзінің эмоциясы сол жерде шығарылатын болған соң, өзіне жанына тыныш жер іздейді деп ойлаймын. Ол кіріп кетеді, потому что ойынға мен бүгін соңғы рет бір рет ойнаймын деп, ол ары қарай ойнай береді. Мен басынан өткен жағдай, менде компьютерлік ойындарға құмармын негізі, бірақ мен өзімді контролировать ете аламын. Бір қуаныштысы, себебі бұл менің жеке адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Жалпы одан бөлек қазір көшенің бұрыш-бұрышында кішкентай автоматтар тұрады, жаңағы азартпен. Менде басымнан өтті, менде біршама 1000 ақшамды жұмыстан тапқан, соған жіберген болатынмын. Алайда не сыйлық жоқ, не ақша жоқ, соңында солай қалдым. Менің ойымша, жалпы қазір біз айтамыз ғой, керек емес, ойнамау керек деген сияқты. Бірақ қазір әлемнің өзі сондай болып жатыр ғой енді. Көшенің бұрыш-бұрышында сондай автоматтар, мысалы ойны игровой автоматтар, қызықтырып тұрады, андай әдемі болып тұрады. Бүйтіп қарап, 200 теңге ғой деп өтеміз ғой, қасына может ойнап көрерін деп. Алайда оның барлығы бір жақсылыққа немесе бір пайдаға келмейді, бір сондай бір удачный сәттілік жанында жүретін адам болмаса. Мен енді жалпы жастарды ол азарттан шығару үшін ең алдымен айналаны тазалау керек деп ойлаймын. Ортаны дұрыстау керек. Ортаны, айналаны, жалпы ең алдымен адам бірінші өзін қолға алу керек қой, жаңағыдай. Өзіне жауапкершілік алып, кішкене ойланып, мен не істеп жүрмін деп шамалы өзін реттейтін болатын болса, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Саған толықтай келісем, бірақ бұл ойынға жан дүниесіне кіріп кеткен адамға бұл қиындау болады. Себебі бана айтып отырсың ғой, аппаратты ойындар деп. Әр бұрыш-бұрышта бар, мысалға серуендеп келе жатқанда парктерде болады, саябақтарда, набережкада мысалға. Және де сол аппарат ішіндегі ойыншықтар
әдемілігімен және де сүйкімділігімен тартып тұрады адамды. Және бұл маңызды емес, ол ойынды бүйтіп ойнап қарағанда бір как будто оңай сияқты болып тұрады, как будто с первого раза ты получишь свое. И арзандық типа қалай? Дешево. Арзан бағасымен татып тұрады. Менің құрбым бар, мысалға сол ойындарға әуес, ол бастап қарайды, мынаны алу оңай ғой, мына ойыншық жақын тұр ғой, түсіп кетуге деп. Менде 200 теңге салам деп бастап ойнап қарайды, ол ойыншық түспей қалса, тағы құттай қалды деп, тағы да ақшасын сала береді. Сөйтіп уақыттың қалай өткенін білмей, ақшаның қалай жоқ болып кеткенін білмей, ол не ойыншықсыз, не ақшасыз қалады. Жаңа айтып өткендей, иә. Не дегенмен бір үлкен бір азарт мәселесіне алып келетін бірден бір жол болса, қай нәрсені де ең алдымен бірінші рет көрем, содан кейін ойнамайым, мысалы, содан кейін алмайым деп айтады ғой енді адамдар. Бізде басымыздан өтті ғой енді. Сол барлық кішкентай мелочь нәрселер, әрбір кішкентай нәрселер үлкен проблемаға алып келеді, соны есімізде сақтайық. Жалпы бір жолайтын нәрсе емес, өзіңіз үшін де, өзгелер үшін де. Мысалы, тек сіз өзіңіз емес, сіздің айналаңыздағы адамдарды уайымдатып, сөйтіп қиналтып қоясыздар да. Осымен біздің подкастымыз аяқталды, өз мәресіне жетті. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни қозғаған тақырыбымыз сіздерге жүректеріңізге жетіп, ұнады деп ойлаймыз. Сау болыңыздар.